Сабақтың тақырыбы әліпбеге дейінгі кезеңге сәйкес келетіндіктен сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырдым. Сабақ шаттық шеңберін құрумен басталды. Жаңа сабақтың тақырыбына сәйкес оқушыларды ертегі кейіпкерлерінің суреттері арқылы топтастырдым. Оқытудың болжалды міндетіне қарай балаларға бұрыннан таныс ертегілер атауымен сыныпты ұйымшыл топтарға біріктірдім. Бірінші топ Қошқар мен Теке, екінші топ Маша мен Аю, үшінші топ Ұр-тоқпақ. Үздік топ сабақ соңында рухани жаңғыру бағдарламасының логотипі қыран құс бейнесіне ие болатынын хабарладым. Еркін әңгіме әдісімен өткен сабақта меңгерілген материалды оқушылармен бірлесе талқыладық. Мұндай еркін әңгіме барысында оқушыларға көмек керек болуы мүмкін. Сызбалардың көмегімен оқушылар сөздік дыбыстық құрамын, сөйлемді модельдеуге мұғалім көмегімен қол жеткізеді. Сөйлем, сөз, буын, дыбыс жөніндегі түсініктерін ортаға салады. Сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында жетелеуші сұрақтар қойып отырдым. Өте жақсы. Шұғыла, мына белгі қандай белгі деп аталады? Сұрақ белгісі. Жарайсың. Шұғыла, мына сызба нені білдіреді? Не сызбаны білдіреді шұғыла? Бір сөздің екі буынға бөлінгенін білдіреді. Ал Камилис мынау нені білдіреді мына белгілер? Дыбыс. Дыбыстар неше топқа бөлінеді? Екі. Жарайсың. Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біздің сабағымызға сауат ашу сабағындағы Әли қонаққа келіпті. Әлимен амандасайықшы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер. Балалар, сендер сабақты жақсы оқисыңдар ма? Иә. Олай болса, бүгін сендер менімен бірге ертегілер әлеміне саяхат жасайтын боласыңдар. Сендер мультик көрген. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес сабақта белсенді әдіс-тәсілдер пайдаланылды. Мен ұнататын ертегілер тақырыбындағы жаңа сабақты кинометафора әдісін қолданумен бастадым. Оқушыларға ертегі мультфильм көрсетіп, өз ойлары мен пікірлерін айтуына ықпал жасадым. Ертегі мазмұнын, оқиға желісін сақтай отырып, әңгімелеуіне бағыт-бағдар бере отырып, нәтижеге қол жеткіздім. Мұнда тыңдалым, айтылым дағдысын қалыптастыруда кинометафора әдісін қолдану өте тиімді болып табылады. Балақайлар, сендер 3 топқа бөлініп отыр екенсіңдер. Сендер ертегіні сахналап бере аласыңдар ма? Иә. Олай болса қазір ертегі сахналап бересіңдер. Басқалармен бірлесе жұмыс істеу, креативті ойлау дағдыларын қалыптастыру мақсатында модельдеу әдісін пайдаландым. Бұл арқылы оқушылардың бойында ұлттық рух, адамгершілік, ұйымшылдық қасиеттер қалыптастыруға болады. Ұйымдасқан топтар өздері білетін берілген ертегілерді макеттер арқылы және қуыршақтар арқылы сахналады. Бұл шығармашылық рольдік ойын ақпарат алмасуға, таратудың ықпалды тәсілі болып табылады. Онда маған ертегім түсінікті өзгереді. Жол балам. Мақтарымыз ұйлығымды қайтаршы. Сүйекші. Маған сүтімді берші. Бер алмаймын. Сен бірінші маған жапырақ бер. Маған жапырағымды берші. Жоқ, бер алмаймын. Су бер. Қыздар, маған су беріңдерші. Маған жеңші, бізге саз бермеші. Сен анне маған жұмысқа әкелген. Тамыр, жұмыстармен біреуін берші. Сен маған сен әкел. Жанымның
Бауырсақ. Жарайды, сен қоян. Ап, мен сені жем. Жемеші. Мен саған өлең айтып берем. Жарайды. Мен бауырсақ, сылада ұмытпақ. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым. Енді сенен де қашып кетемін. Білім алушылардың алға ілгерілеуіне жағдай жасау үшін, білімге деген мотивациясын күшейту мақсатында белсенділіктеріне қарай қалыптастырушы баға алтын сақаны ұсынып отырдым. Жазылым дағдысын қалыптастыру үшін сабақты оқу мақсатына сәйкес жазба жұмысы орындалды. Сауат ашу пәнінің жұмыс дәптеріне оқушылар әрбір элементтері мен каллиграфиялық талаптарға сай жазуға жаттығады, ал суретті бояйды. Сабақтың осы бөлігінде саралау жұмысын ұйымдастырдым. Қарқын тәсілін пайдаланып, жылдам жұмыс жасайтын, қосымша күш жұмсауды талап ететін оқушыларды тақтада жұмыс жасауға шақырдым. Ертегі кейіпкерлерін атап, сөздерге дыбыстық талдау жасады. Сабақтың соңғы бөлімінде меңгерген білімін қорытындылау мақсатында таратпа материалдар мен жұмыс жүргізілді. Барлық оқушылар ертегі кейіпкері атауының бас әрпін анықтап, дыбыс түріне ажыратады. Дауысты дыбыс қызыл, дауыссыз дыбыс көк қаламмен белгіленді. Балалар, сендер бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар, белсенділік таныттыңдар. Балалар, мынау қандай құс білесіңдер ме? Жарайсыңдар, бұл ерекше қыран құс, рухани жаңғыру бағдарламасының логотипі. Түрлі түсті қыран құс екен. Бұл қыран құс өте жақсы қатысқан, үздік топқа барып қонады екен. Біздің қазақ халқында бүркітті өте қасиетті құс санаған балалар. Егер бүркіт бір шаңыраққа қонса, ол шаңыраққа бақыт, береке, байлық қонады деп сенген. Сондықтан да бүгінгі қыран құсымыз қай топтың ортасына барып қонса, сол топтың оқушылары білімді, ақылды, парасатты, күшті азаматтар болып өседі деген сенімдеміз. Топтар өзара ынтымақта болу үшін және тиімді түрде алға жылжу үшін бірлесе қол соғып қошеметтеп отырдық. Рефлексия бас бармақ әдісімен орындалды. Оқушылар өз жетістіктерін қалай сезінетінін көрсету мақсатында бас бармақтарын жоғары көтереді, көлденең немесе төмен түсіреді. Балалар, бүгінгі сабағымыз ұнады ма сендерге? Бас бармақты жоғары көтереміз, түсініксіз болса бас бармақты төмен сүреміз. Маған сабақ ұнады. Біз ұнататын ертегілерімізді сахналадық. Тобымыз үздік болды. Біздің ортамыз
ортамызға бүркіт қонды.